Блин, үшінші курстан плотно ауырып қалдым. Кайф, короче. Бізді дипломмен марапаттаған ұнамады. И маған осы бір отношение ұнамады. Мен ренжіп қалып, жаман, короче, дұрыс емес вообще. Үздіктер және басқалар. Дәл қазіргі минутте сен Енуді жақсы көресің бе? Мен мысалы Енуда білемін да, жаман нәрселер бар екен. Токсичный адамдар. Сонымен сен Енуді жақсы көресің бе? Енух деген сол достар. Мына қыз Енуға түсіпті ғой. Жемқорлық па? Иә. 5000 теңге бересің. Оқудан шығармайды ғой. Мен туралы ақпарат сол жоғарыдағыларға барған екен да. Мені шақырған. Мені ешкім қорғамай, мен туралы ақпарат просто бере салған да. Ол ситуацияға емес, обратный связь. Ол ситуациядан туған шумға деймін да. Оның өзі жақсы. Көтеріліс жасайды. Бұны жемқорлықпен байланыстырып айтып отырсың ба? Ол кісінің атын айтпай ақ қояйын да. Жемқорлықпен шешті. И себеп жемқорлық. Ашықтықтың болмауы да. Жеке басыма видно. Университет саған көп нәрсе беруге міндетті. Анау вакансия деген бар ғой. Айтылмаған сөздер тұр тілдің ұшында, керек емес болды ұшында. Короче, сен сұрайын деген ғой. Вот Енуді бітірдің. И чё, не болды? Ұнады ма нәтиже? Блин. Күшті ол это не ғой? Мен анандай не болды, типа, бүкіл планмен жүрген ұнататын адам ғой. И оказывается, типа, Енуға келген кезде пландарым басқа болған екен да. Қандай болды? Ну, короче, мен Енуға келген кезде просто план жоқ болған. Сен планмен жүргенді ұнатасың? Иә, и планың жоқ болған тоже план ғой. Значит, мен демаламын деген сөз ғой. И оказывается, мен сөйтіп айтқан екенмін. Там Енуға келер кезде, типа, короче, мектепте типа андай өте қатты оқығаннан кейін и неде, короче, мен демаламын деп айтқан едім, короче. И какой-то бір ауыз сөз шығып қалған. Прям вообще не салам ғой. И потом сөйтсем ол реально солай кетті. Мен үшінші курсқа дейін, короче, мен үшінші курс 3 жыл бойы. Потом мен оны өзімді ақтап алдым, короче, не деп. Типа неде Америкада вообще батыста gap year деген бар, білесің бе? Типа когда адамдар мектеп бітіргеннен кейін өз-өзін іздеп, там жұмыс істеп кетеді, саяхаттап кетеді, короче. Ол дальше немен айналысатынын анықтау үшін. Иә, короче, просто жер өзгерту керек да. Сен типа универдегі мен, короче, универде 4 жыл 3 жыл. И деватпен ойнап жүрген кезде, короче, мысалы, тупо солай жүрген екенмін да. Одан кейін барып, 3-ші курстан плотно ауырып қалдым. И сол кезде, короче, переломный момент болғанда, и 4-ші курстан бастап мен, короче, уже точно шешкем. Не үшін керек, не ары қарай не болады деген секілді. И соның бір жалғасы ретінде сол үшін Алматыға кетіп қалдым. О, чем? Сонда сенің gap year'ың 3 жыл бойы болды. Енуда өткені қаншалықты нәтижелі болды? Басқа жерде, мысалы сен саяхаттап, бүкіл абсолютно бос болып жүрген жоқсың ғой. Жұмақ болып. Дұрыс қой, мысалы, біреулер gap year'да жұмыс істейді, біреулер gap year'да басқа жерде жұмыс істейді. Мен gap year'да просто мен дебат ойнағам, gap year'да дебатерлермен қатырып жүргенмін ше. Енудағы дос, енді по-любому университетте достар береді ғой, бүкіл жерде да. Просто солармен там көңіл көтеріп жүрген деген секілді, там еще вообще мысалы там қоғамдық жұмыспен араласып кеткен да, мысалы. Просто өзіме ұнайтын нәрселермен жүре берген ғой, короче. А потом барып уже 3-ші курстан кейін, типа, вообще в чем смысл деген секілді темалармен. Оған дейін андай болған жоқ қой, мен Астанаға баратын ұшудан, менің арманым бар, мындай деп армандап Енуға түсіп, сосын сол арманды орындап деген сияқты нәрселер болған жоқ қой. Волшебный өзгеріс. Просто арман болды, в принципе, андай не істейтін. Менде, в принципе, арман емес сияқты, ол арман емес, ол просто мектеп кезінде менде армандар болған. Потому что мен біздің ауылда кішкене не ғой, ұшуда, төлеби ауылында, это қиын ғой. Өте аз, мүмкіндік өте аз. Мысалы, мектеп кезінде мен мысалы өткенде сериал көргеннен кейін шахмат ойнаған армандаған. Просто шахматтың несінде класс мектепке барып, мынандай школада ше, бәріміз шахмат. Сондай ол бізде мүмкіндік болмаған, там, короче. Просто там жүгірумен айналысқым келген ше, профессионально ше, болмаған, тоже марафон қатысқым келген. Сондай, короче, да. И дебат ойнағым келген реально болды, мысалы. Мектепте ютубтан видеолар қарайсың да, типа солай. И как будто сол мен Астанаға келген кезде
типа бірінші жол болды да, который типа как обычно студенттер жүретін, типа дұрыс студент жүретін да. Екінші жол болады, ол қандай не, типа прикинь, Астанада андай нәрселер бар екен, о чем, типа андай болады ғой, типа адам жас кезінде жаралар болады, типа соларды естемесе, орын жаппаса ше, ол короче өмір бойы сол бір орынға қалады екен. И сен сол өмір бойы сол нәрсені жапқан кезде ғана, короче, сен жақсы болады екен. Короче, бір есікті ашық боласың да, бірақ жаппай ұмытып кеткенсің ғой, и сол болады екен, короче. И мен мысалы өткенде нені көргеннен кейін, Queen's Gambitті көргеннен кейін, ана Динара Садуақасова бар ғой, шахматистка ше, соның школасы бар екен онлайн ше. И типа тупо, короче, сояққа кіріп, осыдан басқа, сені босан басқа просто андай азы шахмата деген бар да, основа шахмат, соны өттім, короче. И соны өтіп жатырмын, бірақ білетін нәрселерім ғой бәрі ше, в принципе, ойнай аламын да. Әшейін мынау қалай жүреді, мынаны бүйтсем болады деген. Просто шахматтың тарихы деген өтіп жатырмын. Просто артында сертификат келді, осындай Иса доктор, типа осындай сағат өтті, основа шахмат деген алды деді ше. И потом ойлаймын, ол маған не үшін керек болды, 3 сағаттай құрттым, короче. Сөйтсем, оказывается, кішкентай кезімде мен сол мектеп шахмат үйірмесіне оған кәдімгі школаға барып қатысамын деген нем болған, мақсат болған. И соны мен просто жаптым, короче. Содан кейін мен өзім айта аламын да, мен реально шахмат школасын өттім деген сияқты ше. Қазір қиын ғой. Қазір сондай нәрселер бар ма тағы, типа дебат пен шахматтан басқа, жүгіруден басқа? Бар. Иә, бар. И оны орындау үшін? Орынды қазір мен соны орындап жатырмын. Астанаға келген себебі сол мысалы. Менде мысалы айтишниктарда көбінесе менің мамандығым это безопасность и безопасниктерге көбінесе программирование қажет жоқ дейді да. Программирование айтидағы негізгі бір саналады ғой. Но бірінші курста менде программированияда, короче, жабылмай қалған бір нәрселер болған, да? И мен соларды қазір Алматыға барған кезде прям қашып жүрдім да, істемей ақ қойшы деп ше. Бірақ сонда да көрдім, короче, алдынан шыға берді и тупо, короче, оқыды. И кайф, короче, содан кейін. Кайф просто. Сен білесің да, короче, сен реально өзің бірдеңе істей аласың деген секілді ше. И андай өзіңді полноценный адам сезіне бастайсың да, короче. Все, мен анау жабылып ашық қалған есіктер жоқ, бәрін как оно есть жақып болып қойдым. Окей. Енді сен ЕНУ-ды бітірдің, содан кейін Алматыға алып жатсың. Неге ЕНУ-ды емес? Бірінші себеп, когда бізді дипломмен марапаттаған кезде, бізді дипломмен марапаттаған ұнамады маған. Потому что мен Назарбаевтағы таныстарымды көрдім да. И шамал Жапониядағы нелерді көріп жатсың да, короче, басқа университеттер. Именно карантин кезіндегілер. Там Назарбаевский хотя бы там онлайн әдемі видео жасап, там әдемі немен, музыкамен істеп беріп жатыр да. Там басқа бір университеттер, короче, бірдеңе істеп, короче, тырысқан көріп тұр да. Короче, бізге келеді. Бізде балалар видео жасады өздері, группасылар. Анда типа Иса Тоқтаев осындай жеткенше, короче, анау деп ше. Басқа балалар бәрі жасады. Короче, неге келген кезде марапаттайтын кезде поток бәрін салғанда, короче, поток күтіп отырады ғой, күте тұрмыз дейді ғой қазір, қазір кіреді көрген кезде өледі деген кезде. Сол кезде біздің видеоны просто айналдырып қоя берген, короче. И короче, біздің балалар жынданды, потом ұнамады. И маған осы бір отношение ұнамады, потому что мен 4-ші курстың диплом алғасы да. И осындай бір отношение сен шығарып тастағаннан кейін, мен, короче, айттым, мен ренжіп қалып, короче, да. Потому что ол дұрыс емес дедім да. И екіншіден бір себеп болды, ол, в принципе, жер аудару деген, бұрыннан Нұрдәулет Жұмабай айтып еді ғой, болашаққа айтқанша, типа жер аудару деген. Потому что мен бұнда білдім де, то, что мен бұнда жүріп қайтадан оқысам, маған өте қиын болды, потому что бұрынғы әдеттер, бұрынғы мұғалімдер просто өзгерткім келді. Егер сен 4 жылда Алматыда оқысаң, Астанаға келуі мүмкін еді. Бұл себепке ЕНУ-ның кінәсі жоқ. Потому что мен түсіндім, короче, ол сондай не ауыстырудың несі маңызды екендігі. Но жаңағындай бір өте жүрегімде жаман қалып кеткен не. Сол бізде это типа вручениеде онша емес вручение жасаған. Бізде балалардың бәрі, короче, айтқан соң ше. Бәрі айтты, короче, жарылады. Бізде қалай вручение бермесің ба? Келіндерді звондаңдар еді, сіздің есіктерінде жүрді. Мен сол алып кеттім, потом дипломды сол алып кеттім, короче, вообще церемония вручения солай болды. Еще андай ғой, короче, мысалы мен мысалы қызылға отырген жоқпын ғой. И типа андай үздіктер болған, короче, үздіктер деп жазған да, короче, и сосын үздік еместер деп жазған ғой, короче. Сосын вообще ойлап қалдым, короче. Қалды жоқ, короче. Ладно деп. И сосын андай бір нәрсе фильмне пайда болды, қазір магистратурада оқып отырсың ғой. Блин, мен, короче, үздік деген диплом алу керек дейші. Кейде ойланамын, блин, саған керек жоқ қойшы. Сонда да давай, короче, көрейік деп ше. И блин, өзім, короче, сол нәрседен андай жаман, короче, дұрыс емес вообще, негізі по идее. Үздіктер және басқалар. Үздіктер және бізде оның қасына шүкір, ол факультеттерде әртүрлі болатын. Бізде үздіктер дегенді көрсетті, қалғандарын просто көрсеткен жоқ. Бірақ соның өзінде өте көп адам болды.
и сол бізде журфакта қызыл диплом алмасаң ол уже сен шамалы ерекшесің. мен қызыл диплом алған жоқпын, мен қызыл жемпір ғана бар. Аман бол алды да. Аман бол алды. Тағы айтпай ақ қойыңыз. Окей, көп достарым алды и мен қуаныштымын. Одан бөлек сұрағым келген нәрсе. Окей, вот жаңағы вручение диплома деген нәрсе бар, басқа бір вообще 4 жылдық өткізген уақытың бар ИНУда, и в итоге типа дәл қазіргі минутте сен ИНУды жақсы көресің бе? Так, блин, жақсы көру деген вообще негізі жақсы көру деген сөздің мағынасы неде? Жақсы көру деген тек қана бір арада бір какой-то бір сезім бар деген сөз емес. Жақсы көру деген сен ол нәрсені тек жақсы жағын ғана көре аласың деген нәрсе бар. Мен мысалы ИНУда білемін де жаман нәрселер бар екен ше. Ну, жаман емес, онша емес нәрселер екен ше, типа, том что қалай айтса болады. Бір белгілі бір минустар бар екен ше. Бірақ сонда да мен оны жақсы көремін десем, значит, мен сол нәрселерге қарамай-ақ, мен жақсы нәрселерді көбірек байқай аламын деген секілді. ИНУда мысалы маған өте көп мүмкіндіктерді берді реально ше. Мен мысалы вообще ойламағанмын қандай мүмкіндік, қалай мен бүкіл Қазақстанды почти аралай аламын деген ше. Онда тегін бере салды, короче, там просто батысты аралап қайттық қой. Это самый очень. Мен университетті араладым. Да, вот это күшті мысалы. Именно ана кімдер, когда анау общественный қоғамдық жағынан қарағанда өте күшті. Біз вообще басқа университеттерде айтады екен ғой солай. ИНУ это, короче, очень много активистов деген секілді. Ну, так оно и есть. Да, короче, сол, типа, сосын өте көп факультеттер деген секілді. И вот факультеттердің арасында коллаборация, вот это, маған вообще мысалы, оны айтты, мысалы, биолог достарым бар, журналист достарым бар. Там, короче, бәріне солай ма? Басқа университеттерде ондай емес сияқты. Жоқ, типа, біздің универде көп адамда ондай емес сияқты меніңше. Білмеймін, мен мысалы таба алдым. Просто вот мен жеті жарғы болғаным үшін емес, жеті жарғым, возможно, президент болған үшін или просто басқалармен араласа алатын болған үшін мен басқа жақтан достарым бар. Бірақ мен жеті жарғыдағы достарым барлығында, типа, басқа факультеттерден достар бар ма, білмеймін, басқа ұйымдардан, возможно. Ну да, ол да мүмкін сол, мен сол жақсы нәрсе көре алғанымнан шығар, потому что мен ұмтылдым осыған. Басында мен екінші курста сондай бір идеологиямен өте басым болатын, то что басында мен оқидым, то что ИНУ онша емес, не деген кезде, потом вообще қызық болатын, неге деп ше, по-любому шығады ғой деген секілді. Сөйтсем, оказывается, сен, короче, какой-то бір қадам өте көп, қадам жасау керек дейсің да, потом ИНУ саған қадам жасайды екен ше. Сен тырмысасың, одан кейін ол саған тырмысады. Бір жерде солай жасайды. Жоқ, көп университет наоборот просто береді, короче. Понимаешь? Жай ғана бере салады, мысалы. Мен қазірде сол нәрсені көріп отырмын, мысалы. Университет айтады, ну, бізде осындай бар, кім қалайды алдында. Қайсысы дұрыс деп ойлайсың? Бірінші Казгудағы, который мен екінші айтқаным сол дұрыс, потому что біз Назарбаевскийді көреміз да, прям шикарный комфорт, короче, да. И потому что университет кезінде сен ойламауың керек қой, типа, не деп, мен бүйтуім керек, мен нәрселерді қалай аламын деген. Сен просто университет саған көрсетеді, короче, мынандай жол бар, мынандай жол, мынандай жол, мынандай жол бар, короче. Осыны өзің таңда десе, короче. Сен, короче, өзің мен жетуім керек деген сияқты, а то в чем? Онда сен былай өмірде де жүре беруге болады деген секілді. Өмірде заң сондай ғой, типа сен жүресің, сен барасың, саған береді. А университет как бы андай ортадағы мостик емес па? Кішкентай ғана жап-жас баланы алады да, үлкен өмірге топ ете салады. И ортада кішкене. Ну, бұның екі жағында да логикалар бар. Біріншісі, типа, біз универдің клиентіміз ғой, біз оған ақша төлеп отырмыз, сол үшін бізге мүмкіндік беру керек деген. А екіншіден, екінші жағынан қарасақ, біз возможно, Казгю мен НУдан қарағанда бізден мықтырақ адамдар шығатын шығар. Сол қиындықтардан, қиындық деген қалай еді? Бірақ типа сол мүмкіндікті өздері жасап алғаны ол өмірге адаптация жақсырақ болатын сияқты. Типа бүкіл мүмкіндік бар саған, просто қолданбасаң тоже нормально. Ну просто қолданған адамдар өте аз да. Сосын хейт, там токсичный адамдар, которые типа ИНУ онша емес дейтіндер, вот солар да ше. А басқа университет сондай аз да. Сонымен сен ИНУды жақсы көресің ба? Иә, потому что мен шынымен де жақсы нәрселерін айта аламын, жақсы нәрселерін көре аламын. Это означает, мен ойымша жақсы көру деген. Мойындай аламын дейсің ба? Да. Окей. Сен үшін ИНУ деген не? ИНУлық деген кім? Банальный ответ, банальный жауап. Достар просто. Потому что мына жақтағы коммунити бар ғой. Көбінесе андай бар ғой, типа алтын белгі бітірген мектептерінде ше. Типа
көп мектептеріне күшті бағамен келгендер ғой көбісі айтпаймын, потому что ұлттық университет өңірде келеді ше, көбісі ауылдың балалары, которые мотивацияға жестко тойып келетін ше, и ол сондай адамдармен күшті да, потому что ондай нәрсе адамдарды массовкадан кездестіру өте қиын сияқты. Ол рас, өте қызық естілетін шығар кейбіреулерге, бірақ юнуға түсу кәдімгідей бір өмірдегі жаңағыдай жақсы бір нәтиже деген сияқты көрінеді көп жерлерде. Мен мектепте болған кезде, вау, біздің ауылдағы мына қыз юнуға түсіпті ғой, жай ғана Астана емес, юну деген сияқты. Возможно, біз оның қадірін до конца соңына дейін білмейтін жаңсыз толық. Сөйтіп, юнулық деген кім? Юнулық деген сол достар. Юнулық деген достар, и сол достар, потом енді достар деген ары қарай уже көп нәрселер келе береді ғой, мүмкіндік деген секілді. Ғана осы екі сөз мен басқа нәрсе ойлап табылдым. Түсінікті. Жақсы. Енді сен айттың ғой, вот юнуда көп минустары бар, көп жақсы жақтары бар. Егер сен мүмкіндігің болса, қай проблеманы ең бірінші кезекте шешілгенін қалайсың? Шешер едің? Ең бірінші осыны шешу керек, әйтсе болмайды деген. Да. Мен білмеймін қазір, потом біреулер айтатын шығар, ол итакта жүріп жатқан шығар деп ше. Бірақ мен юнудағы ғылыммен айналысып жүрген өте интеллектуалды түрде өте мықты балаларды прям не істетемін, продвигать етеді, короче. Ылғи да мысалы, юнуда бар екен, мен мысалы балым бар да ше, прям мықты өте олимпиадаларды ұтып жүрген, халықаралық прям ғылым жолында терлеп жүрген бала ше. Соларды өте қатты жоғарыға шығаратын ше. Олай, пиарить етіп, пиарить етіп, оларды көп мақтап, оларға стипендия беріп болсын да, оларды көп көрсетіп, хотя бы суреттерін іліп қойып да, мысалы ше, ылғи да мақтап тұрып, оларды былай алақанда ұстайтындай, алақанда ұстағандай көрсетемін. И сол арқылы мүмкін, потому что ғылым адамдары өте ондай нәрседен өте ада болып қалыпқа атқан сияқты да, потому что ол кісілер көбісі өзінің ғылыммен жүреді ғой, и оларға өзін пиарить ету деген өте қатты қиын емес та, қаламайды да ол нәрселерді ше. И вот сондай адамдар. Не үшін осы проблема ең бірінші кезекте деп ойлайсың? Потому что мен ойымша, дәл қазіргі кезде бізде өте көп шығатын, пиар жағынан блогер не дегендер өте қазір атақты ғой да. И именно вот неге жеке брендке келген кезде именно сол жағынан социальный медиа арқылы. И соған қатысты қазір көп балалар видео түсіргенді жақсы көреді, SMM шығарғанды жақсы көреді, именно социальный сыртқы нәрсе. Но бүкіл нәрсенің түп негізінде ол ғылым емес пе, жаңа ниетте ашатын, жаңалықты ашатын да, бүкіл нәрсені дамытатын да, и ғалымның адамдары ғой. Ғылым сол үшін. И мен сол арқылы мүмкін жас балалар мүмкін сол секілді ғалым болғысы келеді да, и ғалымдар болған көбейген сайын меніңше мемлекеттің де өзі несі андай күші көбейе береді секілді. Иә. Менің ойымша, оның алдыңғы кезектегі, осы мәселе шешу үшін, вообще любой мәселе шешу үшін алдымен жемқорлыққа қатысты нәрселерді шешу алу керек сияқты. Бірақ білмеймін мен, юнуда точно жемқорлық бар ма, жоқ па деген сияқты. Сен осы 4 жылда кездестің бе? Жемқорлық па? Иә. Бір андай бір инцидент болмаған, дәше типа андай маған ақша берейсің. Но мен группаластарыммен естігем, то что банально физрадан, короче, 5 мың теңге бересің, короче, 5 қойып берді, 100 қойып берді деген секілді. Сосын мынандай нәрселерден бірақ естігем, то что бізде мысалы активистер көп организациялардың ондай ұйымдастырады ғой, и олар сол жағынан бір какой-то бір ақшаға келген кезде бір темалар болып қалады деп ше. Бірақ өзім көрмегем. И мен ойымша ол Астанада көп жерлерде кездеседі. И меніңше соның бір ұшпағы бізге де болады сияқты, потому что именно сол жағынан біз білмейміз. И бізде көп балалар, которые өздерінің бағаларын білмей көп жұмыстар атқара беретін. И вот сондай жағынан. Иә. Не үшін оны сұрадым, өйткені сенде ашық айта алатын мүмкіндік бар деп ойлаймын қазір да. Ешкім сені
оқудан шығармайды ғой. Да, в принципе, иә. Сосын айтады. Типа не деп па. Бірақ мен бұл негізінде екі нәрсе маған ұнаған. Ну, короче, бір ұнаған нәрсе бар, бір ұнамаған нәрсе бар. Ол когда біз неде болғанбыз, когда былтыр ғой, нелер көп өткен кезде, митингтер көп өткен кезде. Митингтер көп өткен кезде маған ұнамаған нәрсе, короче, кімдер мысалы митингті, ну, короче, біздің амбол ситуациясы сияқты деген темада бізде Асхат кетіп қалды, вот этот, который нелердің сол процессте негізі менде болып қалуы мүмкін еді, потому что мен сол кезде оратордың президенті болғандықтан менің немді, типа, халықпен сөйлесе алады деп, менің, короче, мен туралы ақпарат сол жоғарыдағыларға барған екен да, и, короче, мені шақырған сол кезде, типа, скучно. И потом мен ол кезде дым түсінбеймін, и, типа, маған айтады, типа, андай не деп, сен, короче, университет, ну, білеміз осындай екенсіңдер, халық енді түсінбейді, осындай, и андай ғой, короче, талпаның арасында митингге өткен кезде олар жаман нәрсе істеп қоюы мүмкін, короче, сізді сабырға шақырыңыз деп, солай болған екен да. И в итоге, короче, біз, ну, типа, не болған білеміз ғой, типа, да, андай, жастардың, короче, авторитет төгіліп, короче, Асхаттың мысалы бір проблема болды сол үшін. И сол ситуацияда менде болуы мүмкін еді. И мен сол кезде ұнамаған нәрсе, өте қатты ұнамаған нәрсе, мен одан кейін жаман оқығам шынымен де. Мені ешкім қорғамай, мен туралы ақпарат просто бере салған да. Ар жағын не үшін керек ол деп те, мысалы бізден дебатта бір бала тұрып бір ақпарат сұраса кәдімгі айтасың ғой, не үшін істейсің ол, не деп ше. Номерін берші, қыз болсын, ол болсын. Ұнаған нәрсе, ол аман болу ситуациясында бізде Әлібек ағайдың бірден, короче, істеген реакция жасаған. Оқудан шықпайды ойнамаған. Да, бірақ ондай жақсы не болды да, фидбек, ну, обратный связь болды да ше. Иә, бірақ ол обратный связь шумға болды ғой, типа, бұл так, ну, типа, оны сол шумды тудырғанда ену, жапқанда ену деген сияқты. Иә, мен айтып жатқаным, ол ситуацияға емес, обратный связь, ол ситуациядан туған шумға деймін да, типа, балалар уайымдамаңдар деп айтты да, өйткені реально уайымдадық. Оның өзі жақсы, чем... Ну, зато соның ішінде риза болып білетін, когда буынға риза болмай ше. Ол әдемі, және оған... Олар тоже енуқтар ғой. Енуқтар, Алматыдағы бірнеше адамдар кәдімгідей... Алматыда Жанерке әлі айтады екенсің. Иә. Айтады алдында Сматбекпен. Осылай, типа, енуді білдік деп. Мен сол кезде мысалы Дианаға риза болғам ше. Сол Жанерке ғой басты. Иә. Вообще күшті болды, короче. Ондай, типа, көтеріліс жасаған сияқты болды. Ойлашы, сол темппен, білмеймін, сондай күшпен басқа любой нәрсе істеуге болады. Давай, типа, вот цехи бар, цехидің атмосферасы прям мрак қояқта оқығым келмейді. Давай, бәріміз там краскаға ақша жинап, білмеймін, бояйық, я болмаса, білмеймін, сурет салайық, я болмаса басқа нәрсе, білмеймін, не идея деген жетеді ғой балаларда. Сондай нәрселерді істейік деген темппен любой нәрсе істеуге болатын сияқты. Егер қаласа. Да. Бұны жемқорлықпен байланыстырып айтасың ба? Содан туып кетті ғой. Жемқорлық емес, неге мен просто айтатын нәрсе бар деген кезде ше. Мен просто ойыма келген кезде сол нәрсе, екі нәрсе келеді екен да, ылғи да ше. Басқа не жоқ, ситуация жоқ. Все ясно. Мен неге сұрап отырмын, өйткені мен напрямую көрген жоқпын, азамат маған ақша бер, болмаса сен құлатамын деген ондай болған жоқ. Шүкір Құдайға, және мен мұғалім оқытушыларыма. Бірақ естігендерім болды. Вот менің апайым маған там МВ-ге жазылсын деп айтып жатыр, әйтпесе ақша бермеймін. Я болмаса біздің факультеттегі бір оқытушыны шығарып жүрген, оның историясы бойынша типа платниктерді грантқа ауыстырамын деген немен олардан ақша алады. Сосын ол болмай қалады, сосын оны сотқа береді, короче, сондай. Ол бірақ сотталды деген хабар келеді, ол туралы жазып алды шамамен бір сайттарда. Сол сияқты андай естіген ситуациялар бар, бірақ өзіме тікелей қатыспаған. Вот саған қатысқан болса, мен есіме түсті қазір. Мен бірақ қазір прям ол кісінің атын айтпай ақ қояйын да, потому что сол ситуацияда мен мұқтаж болдым да оған ше. Мен емес даже, мен короче танысым ше. Когда вот 3-ші курста, и типа мен танисың ғой кімдерді деп ше, жатақханаға болған. Меніңше ол бәрі мойындайды, то что жатақханада бізде көбінесе орын алу үшін
кейде неге жетпей қалған кезде мал жетпей қалған кезде прям ақша төлеп сұрайтын ше. И блин, сол кезде мен енді просто менде мындай ситуация болды да, тоже жаңағыдай менен кіші курстың баласы менен сұрақ келді типа аға деп. Сосын короче ол да прям айтты, менде короче ақша бар, мен короче жатақханаға жатуым керек қайта деп ше. Сосын блин, ол прям солай ұстап тұр. И проблеманы шешу керек болды да. И короче солай естідім, сосын айттым, короче мына кісімен сөйлесіп көр, білмеймін қалай сөйлесетінді, короче солай. И ол барды, мне кажется, я ол точно сондай немен шешті, жемқорлықпен шешті, потому что ол жақта приоритетте сол қауіпсіздігі болды да, жүйелесі деген секілді. Сол кезде мен тоже ойланғанмын, типа қалай істесе болады деп ше, это понятно да. И ол кездегі ол баланы солай жатақхана алуы, ол салдар да, короче, салдар да. Салдар деген ол бал жинамаған салдар ма? То, что сондай әділетсіздіктің бар екенін ше. И себепті іздеу керек болды. И маған более себеп қызық болды да, қалай шешуге болады осы проблеманы деген ше. И себеп жемқорлық да. Себеп там мынандай ашықтықтың болмауы да. И содан кейін мен сол кезде ой келген, типа, сондай бір идеялар прям не болған. А что если, типа, не деп, біздегі жатақхананың орналасу системасын біз онлайнға жасасақ да, типа, әркім заявка жібереді, мысалы, там, самолетқа отырған кезде отырады ғой, да, әркім мына орынға, типа, заявка жасап қояды, типа, істеп қояды, и тура солай, типа, ашықтандырса деген секілді ше. Менде просто, через сондай идеялар арқылы керек ашықтық болды. Біз көреміз реально, типа, там қанша орын бар, кім қандай орынға қалай кіріп жатыр да, одан қанша балл болған деген секілді ше. Сен там ары қарай там оны ұсынып көрдің бе? Жоқ, потому что одан кейін мен кетіп қалдым университетке. Ясно. Сен оның атын айта алмасаң, демек ол адам енуде әлі жұмыс істей ме? Қазір, скорее всего, істейді, иә. Да. Это очевидно, да? Окей. Қалай? Мен басқа сұрағым жоқ енуға қатысты, бірақ сен сонда да айтқың келеді деген нәрсем болса, қанша уақыт алсаң да айта бер. Ол мүмкін тілек болуы мүмкін, мына нәрсе неге сұрамадың, осыны айтар едім, я болмаса там ректорға өтініш болуы мүмкін, білмеймін, не айтсаң да. Блин, мен кеткеннен кейін мына жақта андай күшті нелер құрылыстар басталып, андай спорт комплекс қосылып жатқан. Мост астындағы тема. Да, потому что мен айттым, жүгіріп не істеген, и спорт комплекс вообще күшті, короче, сол, короче, маған, мен өзіме жеке басыма обидно. Екіншіден бассейнді көрмей кеткенім ба? Бассейнді өмір бойы істеген осы жақта. Басқа айтарым жоқ. Мен осы уақытқа шейін, типа, андай нәрсені түсіндім, то, что біз университетке сен айтқандай шынымен де, как бизнес-модельде қарау керек екенбіз ше. Ол, короче, мемлекет, егер сен грантта оқысаң, мемлекет сен үшін төлейді, да? Сен просто мемлекеттің грантын ұтып аласың, мемлекет сен үшін төлейді, и университет саған көп нәрсе беруге міндетті, міндетті саған. Мен бұрын нәрселерді олай ойлайтын, мысалы жаңағыдай айтқандай ше, олар міндетті емес, міндетті болған жартылай міндетті деп ше, типа, жартылай мен ары қарай өзім естуім керек, іздеуім керек, бүйтуім керек деген секілді ше. Жартылай олар міндетті, типа, олай болмау керек қой. Студент тек қана міндетті, неге тек қана оқуға ғана міндетті да? Қалған нәрселердің бәрін конференцияға қатысу міндетті емес, общагаға бал жинауға міндетті емес, қоғамдық өмірде жүру міндетті емес, сол активный болу, шустрый болу міндетті емес да, там старостың тоже шустрый болу міндетті емес да, короче. Меніңше даже оқуға да міндетті емес, просто оқыған өзіне керек қой. Да. И вот, который нелер бар енді, типа, оқымасам бүйтеді деген, ол дұрыс. Сол нәрселерді барлығы түсінгенін қалаймын, короче. Сосын екіншіден мен Алматыда оқып мен салыстырамын ғой, примерно. Біздегілердің өте көп мансапқа қатты берілген, соған сәйкес үлкендер сияқты киініп жүретін. Біздегі деген ену. Енудағы. Жаңағыдай өте өздерін бастық ұстайтындарын түсіндім, короче, біздегілер көбірек ше. И ол дұрыс емес екен, ол дұрыс емес реально. Потому что какой-то вайб жоқ. Бұл студенттерге айтасың. Еркіндіктің вайбы жоқ мындай ше. И соответственно, короче, бізге аман болу ситуациясында Алматыдағы еркін адамдар стимул береді. Да? Жалғыз өзі еркін ошақ пайда болды ғой арғы жақтан.
оның оң жағынан мен каналдың оң жағынан ше журфак жақтан деген секілді вот солардың күшті бүкіл ену бойынша өте мықты болғанын қалаймын. Че еще сосын мен ана жердегі ана ғылыми орталық деген который неге ұқсайтын обсерваторияға ұқсайтын ше сол жерде әлі күнге дейін не болатынын білмеймін. Сол жаққа студенттер көп барғанын қалаймын. Сол қалған нәрселерде мен енуда өте бар екенін білемін. Енуда өте мықты жігіттер қыздардың көп ғылым жағынан өте көп атақты болғанын қалаймын. Потому что мен 4-ші курста оларды көбісі тани бастадым. И то таныған кезде андай жеке өзім тани бастадым. Іздеп, мынау кім деген секілді. Мысалы там біздегі мысалы осы зданияда кімдер бар мысалы. Осы деген ЦСИ, ЦСИде отырмыз. Нелер бар. Мысалы Берік деген жігіт бар екен, өте мықты, ақылды, неге қатысты. Айтишник, короче, рэп оқиды. Ал жігіт мен уже соңғы жылда өте көп естіп жүрді, сол жігіт жайлы. И прям мықты, короче, Циско деген республиканский несін туған олимпиадасын әлі оқи ма болсын? Қазір магистратурада жатыспыз. Сондай кісілер бар екенін білемін. Мен өзіме өте көп көмектескен ретте Ахмет деген жігіт бар тоже. Ол да көп олимпиадалар жеңімпаз осы жақында. Ахмет деген бізден бір курс жоғары, Ақтөбе жігіт. Жоқ, бізбен не? Мынау басқа. Қазір фитта есепте қойды. Ахмет те бар, сен айтып отқан Ахмет. Ол да тоже өте мықты ғылым, ол қазір осы бір апта бұрын Назарбаевтың несін ұтып алды, стипендиясын ұтып алды. Сол ма? Елбасы стипендиясын ұтып алды. Ахмет, который Қазақстан бойынша 15 адам ба, или сондай заявка берген, соның ішінде 3-еуі енудан, короче. И да, мен солардың өте ылғи да, короче, ілініп тұрған, ылғи да олардың. Вот осыны біз пиарить етуіміз керек қой. Да. Сол, басқа, в принципе, студенттердің еркін болғанын қалаймын, Беріктен алыс болғанын қалаймын, жастардың жас болғанын қалаймын. Солай. Осындай тілекпен бәріңе Иса Тоқтыбаевтан менен сәлем жолдаймыз. Возможно, сендердің белсенділіктеріне сай біздің келесі сұхбат па, келесі әңгімемізде соншалықты белсенділікпен ертерек орындалды. Сол сендерге ұнаса, пожалуйста, лайк басып комментарий жазыңдар. Ұнамаса, не үшін ұнамағанын түсіндіріп тоже жазып жіберіңдер, біз жақсартуға тырысамыз. Әңгімемізді техникалық жағына уәде бере алмаймын. Ваканда деген бар ма? Все. Айтылмаған сөздер тұр тілдің ұшында, керек емес болды ұшында.